Ассалаумалейкум достар, giveaway арнамақ қош келдіңіздер, қалдарыңыз қалай? Осы видео мен және Олег және Нұрсұлтан үшеуміз Қаскелен шатқалына барамыз. Бірнеше видео бұрын мен Алматының жанында орналасқан 10 әдемі жерлерді көрсеткем мотомен бару үшін. Ол тізімнің ішінде Қаскелен шатқалы бар. Қазір бұл жаққа мотоциклмен барамыз. Мен болсам осы КТМ мотоциклмен барам. Ол жаққа Қаскелен жаққа, жоғары Қаскелен жолмен барып, сосын тау жаққа, сол жаққа бұрылып, экопостан өтіп, бірнеше шақырымдан кейін әдемі бір жерден тоқтаймыз да, сол жақта чай ішіп отырамыз. Мүмкін, егер әдемі көрініс болса, онда мен дронымды ұшқызам. Ал, кеттік. Ал достар, міне Олег келді, Нұрсұлтан мотоциклі тұр. Нұрмұбарак университетінің жанында тұрмыз, Әл-Фараби жанында, көшенің бойында. Қазір шығамыз. Осы жерде біз Абай көшемен ең соңына шейін барып, сол жаққа бұрылып, сосын бірнеше шақырымдан кейін осы жерден жоғары Қаскеленский жолымен шығып алдық. Жалпы осы жолды мен қатты жек көремін. Неге десеңіз, толған машина, толған адам, әрқашан бір жұмыстар болып жатыр осы жолда. Осы поворотқа шейін жеткенше тура шаршап жетесің. Бұл менің Қаскелен шатқалына барған үшінші рет. Бұрын семьямен бірге барған, достармен бірге велосипедпен де барғанбыз. Осы жолды қарасаңыз, әп-әдемі екен ғой, сап-сары, сол оң жағыңызда да. Жоғары жақта форелевый хозяйство бар. Сол жақтан обед ішіп алып болуы мүмкін. Одан кейін сакский моншалар бар. Қазір көріп тұрғаныңыздай мен Олегпен мотоциклмен жарысып отырмыз. Олегтің Африка Twin Honda мотоцикл, ал менікі болса 890 KTM Adventure. Жалпы ауа райы өте жақсы болды. Біз Алматыдан сағат 2-де шыққанбыз. 2-ден шығып, ол жерге шейін біз 3-3:30-да жеткен шығармыз. Ол жақта бір 30 минут чай ішіп, дронды ұшқызып, кешке таман сағат 5-те 4:30-да шығып кеттік. Бірақ шыққан кезде уже біраз жаңбыр жауа бастады. Міне біз парковкаға жақындап қалдық. Парковкадан бір оң жағында поворот болады. Дәл осы жерде парковкаға жетпей, оң жақпен ана жоғары жаққа шығып кетеміз. Міне жол жаман, әрине жеңіл машинамен өтуге болады, бірақ қана жеңіл машина біраз полный привод болу керек. Нұрсұлтан артымызда жүр, ол қатты жүре алмайды, оның мотоциклінің күші өте аз.